Баршаларыңызға сәлем. Арнама қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын мені қолдап арнама жазып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал енді сіздермен бірге өте жұмсақ алмалы пирог жасайтын боламыз. Құрамына қажет заттарды видео астына описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды шағып аламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Қантымызды салып жақсылап ерігенше араластырамыз. Венчикті де миксермен де қолдансаңыздар болады. Қантымыз ерігенше араластырып алдық. Енді қаймағымызды, сұйық майымызды құйып, араластырып, шым-шым тұзымызды саламыз. Алдын ала елегіштен өткізген ұнымызға қопшытқымызды салып аламыз. Ұнның бәрін бірден салмаймыз. Сұйық массамызға екі бөлікке бөліп салып араластырып аламыз. Әркімде ұнның көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Сол үшін де бәрін бірден салып жібермеңіздер. Ұн көп болып кетсе де қою болып кетеді. Піскен кезде нан секілді нығыздалып қалады. Сол үшін бәрін өлшеп істеген дұрыс. Ең соңында мен корица қостым. Ол өз қалауларыңыз, қоссаңыз да, қоспасаңыздар да. Алдын ала жуып тазалаған алмаларымыздың біреуін жақсылап сыртында, ішінде тазалап аламыз. Ал екінші алмамызды тек ішін ғана дәнектерін тазартып аламыз осылай. Бір алмамызды кубиктап турамыз. Екінші алмамызды ортасынан екіге бөліп, ұзынынан осылай дәл видеодағыдай қылып турап аламыз. Қатты жіңішке де емес, қалың да емес. Кубиктап туралған алмамызды салмамызға салып араластырамыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градусқа 60 минутта пісіріп аламыз. Градусын көбейтпейміз. Градусын көбейтсек, тек сырты ғана пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. 1 сағаттан нақты піседі. Екінші алмамызды осылай роза гүл секілді әдемілеп тізіп шығамыз. Дайын болған пирогымызды ыстық духовкаға салып пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.